Баршаңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бір дайындағаннан ұқсап шығатын, жұмсақ әрі өте дәмді болатын кекс дайындайтын боламыз. Ал ендеше видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге қалыңыздар. Өте керемет рецептпен бөлісетін боламын. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болу керек. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы қолжетімді үйде табылатын ингредиенттер. Жұмыртқа мен құмшекерді миксерде осылай 2 есе ұлғайтып аламыз. Ал енді осылай айранымызды да салып, оны да миксермен 1-2 рет айналдырып жібереміз. Ал енді разрыхлителімізді ұнымызға салып, осылай ситадан өткізіп аламыз. Ұн салып болған соң, оны да жақсылап миксермен осылай масса болғанға дейін араластыратын боламыз. Ал енді сұйық майымызды салып, оны да миксермен қалауларыңызға қарай араластырсаңыз болады. Ал мен жай ғана осылай қолмен араластырдым. Міне дайын массамыз осылай болады. Біркелкі, өте әдемі, көріп тұрғандарыңыздай, өте сұйық та болмайды, өте қою да болмайды, орташа сұйықтықта. Бұл тестаға әркім қалауына қарай мейіз қосуы мүмкін, жаңғақтар қосуы мүмкін. Ал мен вареная сгущенка қостым. Дәл осылай формамызға бірінші тестамызды салып шығамыз. Ал енді вареная сгущенкамызды осылай ортасына 1 чайный ложкадан салып шығатын боламыз. Көп салып жібермеңіздер. Если көп салатын болсаңыздар, бұл әрине ағып шығып кетуі мүмкін. Ал енді дәл видеодағыдай осылай қалған тестамызды варенканың үстінен салып, бетін жауып шығатын боламыз. 180 градуста қызып тұрған духовкамызда осылай 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Міне дайын кекстеріміз осылай өте әдемі болып шықты. Формадан ыстық күйінде алмаймыз, сәл суытып барып формасын алатын боламыз. Міне ішінде ашып көрсететін боламын. Өте әдемі, шикі болмастан пісіп шығады. Осы рецептпен дайындап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Үлкенге де кішіге де бірдей ұнайтын өте дәмді кекс болады. Дайындап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.